Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте жеңіл болып шығатын таңғы ас дайындаймыз. Арнама қош келдіңіздер. Бізге осындай ірімшік, мен осылай теркадан өткізіп алдым. Творог және лаваш керек. Творогты осылай ыдысқа салып, аздап тұз қосамыз да, шанышқының көмегімен езгіштеп осылай дайындап аламыз. Осының үстіне ірімшік сырымызды саламыз. Бірге араластырып, салмасы дайын. Енді лавашты кесіп турап қоюға кірісеміз. Негізі бұл салмаға екі ұзын үлкен осындай лаваштан осы салмаға жетеді. Мен бір лавашты ғана жасап дайындап көрдім. Осылай лавашты ұзынша қылдырып турап аластыр, алдын ала дайындап аламыз. Лаваштың шеткі жағына салманы саламыз да, тура видеода көрсетілгендей шпырыштап треугольник дейміз ғой, солай жасап шығамыз. Осылай барлығын жасап аламыз алдын ала. Алдын ала дайындап алған лавашымызды осылай дайындап алғаннан кейін табаға екі жағынан басып шығамыз. Табаға салған кезде кішкене қызартып пісіріп алсаңыздар болады. Мен ешқандай өсімдік майын түкте жаққан жоқпын. Осылай табаға екі жағынан қызарып қуырып аламыз. Таңғы асқа жасап көрсеңіздер болады. Өте жеңіл таңғы астың түрі. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.